Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Құлпынай. Бүгін сіздерге көптен бері сыртқа шығып видео түсірмей тек қана офистің ішінде түсіргендіктен бүгін көшеге шығып сіздерге бір видео түсірсем екен деймін. Негізі біз Мьонбондағы көше тамақтарын түсіреміз деп ойлаған едік. Бірақ оған қазір Мьонбонда көше тамақтарында көп туристер өте көп баратын болғандықтан бағасы да қымбат. Сол үшін бүгін сіздерге Кореяның бір базарына барып түсіруді жөн көрдім. Ол базары қалай аталады? 광장 базары деп аталады. Кореяда ең алғаш пайда болған базар. Осыдан 110 жыл бұрын пайда болған базар. Яғни бүгін сіздермен бірге Кореяның ең алғашқы базары 광장 базарына барып, көше тамақтарын көрсетіп, Кореяның ұлттық тамақтары мен Кореяның негізгі базарының өмірін, тылсым тіршілігін көрсететін боламыз. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Кореяға келгеннен соң дәл осы 광장 базарын қайдан табамын дейтін болсаңыздар, болмасам мен Кореяға келетін кезде маршрутный лист дайындауым қажет. Олардың қатарына нені кіргізсем болады дейтін болсаңыздар, онда 광장시장 дегенді кіргізсеңіздер болады. Яғни метромен егер бірінші линиямен келетін болсаңыздар, Жоңго Ога деген жерге келіп, 8-ші выходтан шығасыздар. Бұл жерде тек қана 광장 базарынан да бөлек Тоңдемін базары, Тоңдетсаң барлық жерлерде мұны көрсетер баруға болады. Біз енді 8-ші выходтан шығып, 광장 базарына бара жатырмыз. Қарным аш. Әдейі завтрак ішкен жоқпыз. Базарға барып, сол жерден көше тамағын жейміз деп. Таңертең базарға барайын деп тұрсақ, сыртта қар жауған, күн суық. Бірақ Кореяда қар жауып деген аты болмаса, 5 минуттен бәрі еріп кетеді. Өкінішке орай қарды тамашалай да алмаймыз. Сеулға да келіп жеттік. Алдын көрсетемін базарды. Негізі адам ең көп жиналатын базар, бірақ бүгін жексен болғандықтан адам одан да бетер көп деп айта аламын. Жаңа бірінші айтып кеткендей, Кореяда ең алғаш ашылған базар. Бұл базарға 110 жыл болып қалыпты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерден бір тамақ алғыларыңыз келсе, осылай кезекте, ұзыннан ұзақ кезекте тұрасыздар. Көбінесе бұл кезекте тұрған адамдардың барлығы Корей халқы, яғни кәрістердің өздері де ең көп келетін базар болып табылады. Тек қана шетел азаматтары ғана емес. Міне мынау кимпаптары бұл базардағы ең атақты маяк кимпап деп аталынады. Несі маяк екенін түсінбедім, бірақ сәбізден жасалған дәмді екен, ұнады. Міне очень сіздер білесіздер, телевизордан кинодан көп көргенсіздер деп ойлаймын. Бұл базардың ең хайлайты бұл биндеток. Осы биндетокты жеуге адамдар көп келеді. Дәмін жеп көрген адам ғана біледі деп айтсам болады. Одеңдер, особенно қыстың күні келіп десеңіздер, күннің суығында өте дәмді жылы болады. Токпокиді сіздер барлықтарыңыз көргенсіздер деп ойлаймын. Одеңнің де түр-түрі бар, токпокидің де түр-түрі бар бұл жерде. Бұл базарға келсеңіз, қарныңыз тойып қайтады деген сөз. Бағасы да қолжетімді, онша қымбат емес. Тауықтың етінен жасалынғандары да бар. Сіз қалағаныңызды таба аласыз деген сөз. Биндеток, міне жалпы биндетоктың қалай жасалынып жатқанын көрсетіп тұр, яғни өздерінің ұлттық дәстүрлері бойынша осы жерде қалай жасайтынын көрсетеді, одан қалай пісіретінін неден көрсетеді. Адамның көп келетіні соншалықты бұл жерде алдын ала көп пісіріп қойса да жетіспей жатады деп айтамын. Соншалықты бұл базарға адамдар көп келеді. Міне қараңыздар, тауық сатып жинатып қойған прямо. Соның өзінде де адам көп жетпей жатады. Екі түрі бар, етпен жасалынатын және етсіз жасалынатын. Міне панчандар алдын ала жасап қойған. Қазіргі жастар үйлерінде панчан жасамайтынын білесіздер, салаттар. Сол үшін базардан осылай дайынын сатып алуға да болады. Көшеде арасында осылай тегін дәмін татып көруге болады. Печеньелер басқалар бар. Қарным қатташқандықтан шыдай алмай біреуін жеп көрдім. Дәмді екен, бірақ ұнады әрине. Бұл базарда адам өте көп. Күнделікті өмірде де көп. Бұл бүгін жексенбі болғандықтан жексенбі күні тем более көп.
Шынымды айтайын, бұл базардан мен азық-түлік қарыштаған адамдарды көп көрмедім. Бұл ряды именно қыдырып келіп көретін жер, тамақтанып кететін жер болғандықтан азық-түлік қарыштаған адамдарды басқа рядтан көруге болады деп ойлаймын. Бұл жер адамдар қыдырып келіп тамақтардың дәмін тататын жер. Қазақтың бауыр саяғы сияқты хот-дог деп аталынады, ішінде аттары бар. Қазақтың блинчигіне ұқсайды, бірақ корейлердікі кимчимен жасалынатындары бар, учумен жасалынатындары бар. Қарасаңыздар, міне қараңыздар, жоғарыдан көрсек адам өте көп. Міне сіздер қай қатарда жүрсіздер, қай қатарда не бар, қай қатарда не табамын. Жоғарғы жаққа қарасаңыздар, стрек арқылы бәрін таба аласыздар, яғни адаспайсыздар. Көптен күткен Құлтынайдың қарны ашқан бензиток жеуге келдік. Қарным аш, қазір жейтін боламын. Камераға қарап тамақтануым бірінші рет болғандықтан қатты сөкпейсіздер деп ойлаймын, түсінесіздер деп ойлаймын. Бағасы да қолжетімді, дәмін татуға тұратын көше тамақтарының бірі деп айта аламын. Жалпы Корея десе көше тамақтары ғой, білесіздер өздеріңізде. Токбокки өте дәмді, көрінгенмен ащы болып көрінгенмен онша қатты ащы емес. Сладкилау маған ұнады. Көптен күткен биндетокта келіп жетті. Мен Кореяға келгелі биндетоктың дәмін бірінші рет көріп тұрмын деп айтсам болады. Дәл осындай үлкен биндеток. Кішігірім базарларда бар биндеток әрине, бірақ дәл осы дәмі басқашалау екен. Маған ұнады. Шынымды айтайын, камераға қарап тамақтанған қызық екен, бірақ бұған да үйреніп кетеміз деген ойдамын. Жалпы көшеде отырып тамақтанған, сыртта отырып, далада отырып, ол тамақ дәмсіз болса да дәмі бір ерекше болып сезіледі. Кореяға келсеңіздер, міндетті түрде көше тамақтарын бір рет тамақтанып көріңіздер деп айтқым келеді. Құлтынай еш нәрсе қалдырмай бәрін жеп қойды, өйткені қарны аш. Міне мантының да түр-түрі бар, салаттардың да түр-түрі. Мына жерде бибимбап, бибимкуксу деген тамақтың түр-түрлерін жасайды. Яғни келесі сізге қандай тамақ ұнайды, сол тамақты жасап беріңіз десеңіз, көз алдыңызда жасап береді сізге. Тек қана бұл жерде базар, тамақтанатын ғана базарлар емес, жанында сувенирлер сататын, ханбоктар сататын дүкендері де бар. Ол жерден корейлердің ұлттық сувенирлерін, ұлттық киімдерін көре аласыздар. 직접 만드네. 여기 그때 네가 말했던 거네. Телевизорға шыққандардың өздерінің рекламаларын осылай қойған. Көбінесе телевизорға шыққан үйлерде адам көп, қонақ көп. Негізі қамырды өз қолымен жайып, өз қолымен кескен апамыз мені ең қатты қызықтырды. Себебі қазір барлық жерде аппарат, қолмен қамыр жайып, қолмен кесіп жататын Корея апаларын көре бермейсің. Мына апамызда такой степени тәжірибесі көп екен, қарамай да кесе береді. Көргендеріңізде, егер тамақтары дәмді болса, ұзыннан ұзақ кезекке қарамай, қазір суп болса да кезек күтіп тұрып сатып алады. Бұл жерде де менен сатып алу үшін кезектер. Тек қана Корей халқы емес, бұл жерде шетел азаматтарында өте көп кездестіруге болады. Яғни шетел азаматтар келген кезде бағасын қымбатқа сата алмайды, яғни алданып қалмайсыздар. Себебі Корей халқы да көп келетін болғандықтан бағалары Корей халқына өздеріне сай болып тұрады. Яғни алданып қаламын ба деп ойламайсыз. Міне бұл юкке деп аталынады. Сиырдың етінен, грушадан және піспеген жұмыртқадан жасалынады. Соус бар өзінің арнайы. Күнжітный маймен араластырып жейді. Кимпап.
шынымды айтсам қазір піспеген етті қалай жейсің деулеріңіз мүмкін, бірақ келіп бір рет дәмін татсаңыздар ұмытпайтындарыңызға сенімдімін. Бұны юбке деп атайды. 아니 그런 소리가 너무 무실라니까. біз қазір юбке деген корейлік осы 광장시장ға келген жерде юбке деген ет, индусов және кимпап осылардың арқасылары. Соның ішінде біз юбкені дейміз. Юбке деген сиырдың етінен жасалған піспеген шикі, бірақ соуспен бірге жейтін болсаңыз грушамен өте дәмді болады. Қазақстанда бұлай шикі етті жемейтін болғандықтан Кореяға кеткен кезде бір рет болса да жеп көрсеңіздер өкінбейсіздер деп ойлаймын. Дәмі. Қазір айтам дәмі қандай екенін. Дәмі. 이따가 먹을래? 천천히 먹어. Соустың аш екенін кимпаптың жартысынан көбін батырып алып, ашшылығы прям дымынан шығып, оны васаби деп қалды. 콜레도 좀 와사비도 모르고. 뭐래요? 근데 여름에 이게 여기 안에 때 맞춰. 오빠 입에 넣어야 되는데. Және осылай біз Хаттан базарына келіп, біздің тамақтың тартымын қайтып бара жатырмыз. Егер сіздерге Кореяға келіп жүргеніңіз болатын болса, онда міндетті түрде осы базарға келіп, тамақтанып қайтсаңыздар, онда Кореяның тамақтарын